жақсы дұрыс орта ғана баланы жақсы жетістікке жетуіне себепші болады. Бір атақты коучтың айтқан сөзі бар, айтады: сені қоршаған 5 адамның орташа көрсеткішісің дейді. Сенің жетістігің сені қоршаған 5 адамның орташа көрсеткіші деп айтады. Енді жалпы мына психология бойынша атақты психолог Выготскийдің айтқан сөзі бар: баланың дамуы ол биологиялық құбылыс емес, баланың дамуы әлеуметтік құбылыс. Яғни ол орта керек баланың дамуы үшін. Сондықтан енді бұл бізге келген балдар ол 12, 13, 14 жасар балдар. Бұлар әлі өздігінен шешім қабылдауды, бәлкім ертең кім болуды әлі толық түсінбегендіктен, өздерінің мүмкіндіктерін толық аша алмағандықтан, өздерін толық тани алмағандықтан әлі біз осы балдарға дұрыс орта қалыптастыру арқылы, сол қолайлы ортада, жаңағы қауіпсіз ортада, сенімді ортада балалар ашық қарым-қатынасқа түсу арқылы жауапкершіліктің қалай алу керек, шешімді қалай қабылдау керек, бір-біріне қалай сабырлық таныту керек, жалпы жаңағы мектеп ортасында немесе жатақханада, интернаттық жүйесінде, яғни балалар қалайша бір-бірімен қарым-қатынасқа түсіп, бір-бірін қалай сыйлау керек, бір-біріне қалай дос болу керек, немесе бір-біріне қалай осы білім алуда, осы үйренуді бір-біріне қалай осы ықпал ету керек деген мәселелер бойынша қарым-қатынасқа түседі. Осылайша бұның барлығы жаңағы бастапқы айтқанда құндылықтарға негізделген білім дегеніміз осы. Яғни біз оқушыға ең бірінші дұрыс бір ортаны жасап беруіміз керек та. Сондықтан біздің ұстаздарымызға біз қоятын негізгі мәселе ол ең бірінші мектептің атмосферасы, мектептің хал-ахуалы. Сол мектепте ең бірінші ұстаздар өздерінен бастау керек, мектеп әкімшілігі өздерінен бастау керек. Бұл не деген сөз? Алдымен мұғалімдер бір-бірін қатты сыйлау керек. Мұғалімдер өз арасында ашық, жаңағы сенімділікке, бір-бірін құрметтеуге негізделген бір атмосфера орнаған кезде ол балаларға міндетті түрде не істейді, былайша айтқанда беріледі. Яғни балалар олар как губка сияқты ғой, былайша айтқан кезде мұғалімнен көргенін алады да, айтқанын емес, көргенін алады. Яғни құндылықтарға білім беру жүйесі дегеніміз негізі осы. Біз қалай айтамыз? Мұғалімдерге бірінші сіз істеп көрсетіңіз, үлгі болу арқылы көрсетіңіз барлық нәрсені дегендіктен. Сондықтан ұстаздарымыз да бұны толық түсінгендіктен оқушыларға алдымен өздерінің үлгісінде тәрбие беруге тырысады да. Кейін әрине академиялық жаңағы мақсаттар, оқыту мақсаттары ол өз деңгейінде жаңағы сабақтар, әр пән мұғалімі осы дұрыс орта қалыптастырғаннан кейін жаңағы бірінші айтамыз, бұл балалар бірінші эмоционалдық интеллекттер даму керек. Бұл балалардың жаңағы танымдық дағдылары бәлкім одан кейін дами береді. Әйтпесе егер бала дұрыс бір ортада болмаса, жаңағы тек қана өзімшіл бір ортада өсетін болса, индивидуалист дейміз, сондай бір ортада өсетін болса, баланың көңілі тыныш болмағандықтан бұл жаңағыдай әртүрлі нәрсенің артынан қуа бастайды. Мысалы, бағаның артынан қуа бастайды, немесе жақсы көрінудің артынан қуа бастайды. Көңілі тыныш болмағаннан кейін, негізгі құндылықтар өзгеріп кетеді да балада. Сондықтан бұл ортада жаңағы құндылықтарға негізделген білім, тәрбие, саналы тәрбие дегеніміз сол. Ең бірінші ұстаз, оқушы, ата-ана арасында осындай бір келісілген құндылықтар болу керек. Бала бұны жақсы көріп өскендіктен ары қарай мектепте әрине әр баланың өзінің жаңағы белгілі жаңағы процесстер дұрыс жұмыс істеп тұрғандықтан өз бала қызығушылығына қарай ары қарай өзінің керектігін, жаңағы білімін алып кете береді.